Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам момунға жупунулық перс қызының жағындағы қалда жақшы жарашат деп айтқан. Алланың елчisi саллаллаху алейхи вассалам дағы бір хадисінде араңардан біреу ертең менен ойғанғанда ден солығы орнында, унасын кечінде қалтырғандай авалда жана күнімдік тамағы жанында болса, дүние түгел аға ұйғарылғандай болот деп айтқан. Кабул Ахбар рахималлаху айтады. Алла Таала Мусаға алейхиссалам: "О Муса, жардылық саға қарай келатқанын көрсең, тақуа кишилердің адатына ылайық аға қош келдіңде" деп айтқан. Атаул Харасини рахмахуллах айтады. Bir пайғамбар жиекте баратып балықшыны көріп қалады да, аны қарап отырады. Ал дарияның бір жеріне бисмиллах деп торын ырғытады. Торына еш нәрсе түшпейді. Пайғамбар андан ары баратып, дағы бір балықшыны көреді. Ал бисми шайтан, шайтанның аты менен деп дарияға тор таштайды. Торына өте көп балық түшкөндіктен сендіректеп жатып араң тартып алады. Бұға күбе болған пайғамбар Аллаға қайрылып: "О жаратқан егем, бұл оқиғаның сыры қандай? Екеуі тең сенің құдіретің менен ішке ашып жатады ғой" дейді. Алла Таала періштелерге парданы ашып, бұл пендеге екі балықшының менің назарымдағы даражаларын көрсөткілі деп бұйырайды. Пайғамбар біріншінің ұлы даражасының жанында, екіншінің қор авалын көргенде: "О жаратқан егем, еми қанаттандым" дейді.